Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ұйқының маңызы жайлы ақпарат бермекшімін. Дұрыс сапалы ұйқы денсаулық кепілі. Ұйқы мидың және бүкіл ағзаның жұмысын реттейді. Күндіз сергек жүруіміз сапалы ұйқыға байланысты. Ұйқыда екі фазаны айырамыз. Біріншісі терең ұйқы, 75% осы терең ұйқыға тән, ал жылдам тез ұйқыға 25% тән. Жылдам ұйқы кезде есте сақтау, кез келген ақпаратты миға қондыру тән, ал терең ұйқыға бүкіл ағзаны қалыпқа келтіру тән. Ұйқы кезде ұйқы гормоны мелатонин бөлінеді. Ол түнгі 12 мен 2-ның арасында көп бөлінеді. Мелатонин гормоны ақыл-ес функциясын, жүрек қан-тамыр жүйесінің, иммундық жүйе жұмысын және антиоксидантты, яғни жасару процестеріне қатысады. Ұйқы бұзылысы ағзадағы әртүрлі ауруларға, бұзылыстарға алып келеді. Қандағы қант мөлшерінің жоғарылауына және семіздікке алып келеді. Терең ұйқы фазасында ағза босаңсиды, пульс төмендеп, артериялық қысым төмендейді, орталық жүйке жүйесі демалады. Сонымен қатар кортизол төмендеп, өсу гормоны артады. Ал егер ұйқыңыз бұзылатын болса, кортизолдың мөлшері жоғарылап, өсу гормоны дұрыс бөлінбей, қандағы глюкоза мөлшеріне әсер етеді. Яғни қант диабетіне шалдығу мүмкіншілігі жоғарылайды. Ал семіздіктің себебі адамда қалыпты ұйқы кезінде грелин және лептин гормондары бөлінеді. Егер 2 күн ұйқыңыз бұзылатын болса, бұл гормондардың бөлінуі бұзылады. Яғни лептин гормонының мөлшері төмендеп, грелин гормонының мөлшері артады. Ал грелин гормоны артатын болса, аштық сезімі күшейіп, тәбетті ашатын болады. Бұл адамда семіздікке алып келеді. Сапасыз ұйқы орталық жүйке жүйесі үшін және ми үшін өте зиян. Ұйқы кезінде ми гликоген қорымен толықтырылады, ал гликоген мидың дұрыс жұмыс жасау үшін қолданылатын энергия көзі. Ал мида гликоген төмен болатын болса, мигрен болу қаупі жоғары. Сонымен қатар есте сақтаудың төмендеуіне алып келеді, уайымшылдыққа және агрессивтілікке әкеледі. Ұйқының әрдайым жетіспеушілігі Паркинсон, деменция сияқты ауруларға алып келеді. Сапасыз ұйқы жүрек жұмысын да бұзады. Сапасыз ұйқы кезде стресс гормоны кортизолдың мөлшері артып, артериялық қысым жоғарылап, артериялық гипертония ауруына ұшыратады. Сапасыз ұйқы иммунитетті де төмендетеді. Сондықтан да кішкентай балалар болсын, үлкен адамдар болсын, ұйқының маңызы өте зор. Ұйқыны жақсартуға арналған факторлар. Күнделікті бір уақытта ұйықтап, бір уақытта оянуға дағдылану қажет. Ұйқының уақыты 7-8 сағатты құрауы қажет. Күніне бір рет болса да физикалық жаттығумен айналысу қажет. Ұйқы кезінде бөлме қараңғы болғаны абзал, өйткені мелатонин гормоны сол кезде жақсы бөлінетін болады. Алкогольден, кофеиннен, темекіден ұйқы алдында бас тартқан абзал. Кешкі асты ұйықтар алдын 3-4 сағат бұрын қабылдаған жөн. Ұйықтар алдында далада 15-30 минут жүріп келсеңіз, немесе ұйықтар алдында душ қабылдайтын болсаңыз, ұйқыңыз сергек болады. Ұйықтар алдында теледидар, компьютер, телефоннан алшақ болған абзал. Оның орнына кітап оқығаныңыз жөн. Ұйықтайтын жастығыңыз ыңғайлы болғаны жөн. Өйткені жастығыңыз неғұрлым ыңғайлы болатын болса, басыңыздағы қан айналым соғұрлым жақсаратын болады. Яғни жастығыңыз биік болмауы абзал. Егер сізді ұйқысыздық мазалайтын болса, күндізгі ұйқыдан бас тартыңыз. Ұйқысыздық кезінде бірден дәріге жүгіруден бас тартыңыз, өйткені олар ағзаны тәуелді етуі мүмкін. Егер ұйқысыздық мазаласа, ұйқы күнделігін жүргізгеніңіз абзал. Ұйқы күнделігін жүргізу арқылы ұйқысыздықты емдеуге болады. Ұйықтайтын киіміңіз жеңіл, ал көрпеңіз қалың болғаны абзал. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.